Күн достар, тәніне саулық іздеген жандар, мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы сіздерге бүгін өтіңізде тасыңыз болса және өттегі тасты алдырту немесе алдыртпау керек екенін білмей жүрсеңіз, осы видео дәл сізге арналады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бірінші, өттегі тас болғанымен, егер де сізді мазаламаса, ұстамалар болмаса, олардың көлемі, саны және қашан сізде пайда болғаны маңызды емес. Оның маңыздысы ұстама бар ма, ұстама қанша уақытқа созылады, және де ол ұстама кезінде алғашқы көмекке қандай эффект береді, соған байланысты. Егер де сізде бұрындары, егер де осы 80 жыл алдын өтінде тасы бар десе, сразу өт алдыртуға жіберетін болған. Ал қазір оған байланысты емес. Егер де сізде ұстама аптасына бір рет және де айқын білінетін ауру сезімі болатын болса, онда тастың көлемі үлкен бола ма, кіші бола ма, біреу бола ма, или көп бола ма, қашан пайда болса да, ол өт қабын алдырту керекпіз. Ал егер де ұстама аптасына бір рет, бірақ айқын ауру сезімімен болмайтын болса, онда сіз 2-3 күн поддерживающий терапия жасап көресіз. Егер де ауру сезімі өтіп кететін болса, онда сіз тек ауру сезімін келесіде бақылайсыз. Әр 6 ай сайын УЗИ өтесіз, және де холестеринге, липидограммаға тапсырасыз. Және соған байланысты бақылауда қарап жүресіз. Өтінде тасы бар кісілерде 90% адамдарда төстің төменгі аймағында және күн тәрізді өрімнің жоғары жағында және төстің артқында ауру сезімі болады. Ол ауру сезімі бір тамақ тұрып қалғандай, тастың кішкене бөлігі тұрғандай, керілген ауру сезімі болуы мүмкін. Ол тамақ жегенге байланысты болмайды, физикалық нагрузкаға байланысты емес, немесе кейде тамақ жеген екен ауру сезімі болуы мүмкін. Және де таңертең сол ауру сезіммен сіз оянуыңыз мүмкін. Ал келесі, ол сол жақ аймақта бауырдың оң жақ, яғни оң жаққа қарама-қарсы бауырға, сол жақта ауру сезімі болуы мүмкін. Бір керілгендей, шаншығандай ауру сезімі болуы мүмкін. Ол тамаққа байланысты емес, тек физикалық нагрузкада кішкене ауру сезімі болуы мүмкін. Және де киіміңізді шешкенде, қолыңыз кішкене тигенде кішкене ауру сезімі болуы мүмкін. Және де еңкейгенде, отырғанда кейде кішкене ауру сезімі болуы мүмкін. Ал қалған айтатын 3 ауру сезімі ол көп кездеспейді, бірақ арада кездесуі мүмкін. Ол бірінші, белдегі ауру сезімі, түсініксіз белдегі ауру сезімі. Былай бүйректің проекциясында ауру сезімі болуы мүмкін, бүйрекпен шатастыруыңыз да мүмкін, бірақ пальпацияда ол жерде басқанда ауру сезімдері болмайды. Және де бұл тамақтың жегеніне, ондай ештеңеге байланысты емес. Келесі ауру сезімі ол екі жауырынның ортасында, арттан алдыға берілгендей ауру сезімі болуы мүмкін. Бұл да егер де өтіңізде тасыңыз болса, бұл ауру сезімі болуы мүмкін. Үшінші ауру сезімі, яғни ол аппендикс, оң жақ мықын аймағындағы аппендикстің аймағында, сол оң жағында ауру сезімі болу мүмкін. Бірақ бұларда анализде өзгерістер болмайды. Енді бұл жағдайларда егерде поддерживающий терапия жасап тұру керек, яғни қолдаушы терапия. Егерде таңертең тұрғанда жүрегіңіз айнып, құсқыңыз келсе, температура көтерілсе, міндетті түрде жедел жәрдем шақырып,
сіз ауруханаға бару керексіз және хирургтарға көріну керек. Ал егер де ауру сезімі минимум 1 сағаттай болатын болса, анық, айқын болмайтын болса, сізді бір кішкене мазаңызды алып тұратын болса, онда сіз ножпа мен платифилин салып, ауру сезімі кететін болса, онда сіз хирургқа көрінесіз, УЗИ түсіп, тұрақты бақылауда боласыз. Бұл жағдайда қолдаушы терапия қолданылады. Өтіңізді алып тастамай бақылауды қарасаңыз болады. Енді қолдаушы терапия деп айтып жатырмыз. Оған қандай дәрі ішу керек екен мен қазір айтамын. Бірінші, спазмолитик, ол жерде адестонды ішесіз. Екінші, өт айдайтын дәрі қолданбайсыз, өтті сұйылтатын дәріні қолданасыз. Урсасанның тек 1 капсуласын ғана ішесіз. Түнде ұйықтардан. Егер де видео ұнаған болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, комментарий жаза кетіріңіз, нравится батырмасын басыңыз. Егер мен сіздермен қоштаспаймын, келесі видеода кездескенше.